Сәлем достар, бүгін сіздермен бір уақытта артық азық-түлік құртпай екі тағам дайындайтын боламыз. Кешкі тамаққа ерекше бір тағам дайындағыларыңыз келсе, міндетті түрде осы видеоны соңына дейін көріп, үйдегілеріңізге сіздер де жасап беріп көріңіздер. Бұл тағам бюджетный вариант бір тағамның түрі болып есептелінеді және отбасыларыңыздың әрбір мүшесінің көңілінен шығатыны анық достар. Сондықтан осы видеоны соңына дейін қарауларыңызға кеңес беремін. Ал дайын болсақ достар, онда бастайық рецептімізді. Бізге 2 килограмм тауықтың аяқтары немесе ножки деп айтамыз ғой, ножки керек болады. Оларды жақсылап жуып аламыз және қазанымызға салып, үстінен су және тұзымызды салып, газымызға қойып қоямыз. Сорпа қайнағанға дейін біз картошкамыздың сыртын тазалап, жуып дайындап аламыз. Сорпамыз бір қайнап шыққаннан кейін бетіндегі көбігін міндетті түрде алып тастауымыз керек болады. Және тауықтың аяқтарын пісіңкірегенге дейін қайнататын боламыз. Пісуге жақындаған кезде біз тазалап алған картошкамызды және жуамызды салып, барлығы піскенге дейін қайнататын боламыз достар. Тауық аяқтары және біздің картошкамыз пісті. Енді оларды бөлек ыдысқа алып, картопты бөлек ыдысқа және ножкелерімізді бөлек ыдысқа алып, суытып алуымыз керек болады. Картошканы қатты пісіріп жіберудің қажеті жоқ. Яғни шала піскен кезде картошкамызды ала берсек болады. Егер картошка езіліп кететін болса, онда біздің тағамымыз әдемі шықпай қалады. Сондықтан мұқият пісіріңіздер қыздар. Енді суыған картошкамызды өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бөліп алсаңыздар болады. Мен картошканы ортасынан екіге бөліп шықтым. Әрі қарай біз соус дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 150 грамм майонез және 150 грамм кетчуп керек болады. Тағы осы соустың үстіне 2 тіс сарымсақты үккіштен өткізіп қосып аламыз. 1 шай қасық паприка қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз соусымызды. Дайын болған соусымызбен әрбір тауық аяқтарын осылай соусты жағып шығуымыз керек болады. Достар, біздің каналымызда апта сайын жаңа рецепттер шығып отырады. Осы шыққан рецепттерді жоғалтып алмас үшін каналымызға жазылып алуларыңызға кеңес береміз. Осылайша барлық тауық аяқтарын соуспен жағып шығамыз. Ал енді суыған картошкамызды да тура солай дайындаған соусымызға малып алатын боламыз. Барлық картошкамызды бірдей соуспен жағып шығамыз. Бізде барлығы дайын болды. Енді біздің пешіміздің противеніне орналастырып алатын боламыз. Егер сіздерде пергаментная бумага болса, немесе фольга болса, міндетті түрде астына салып алыңыздар. Менде рецепт түсіріп жатқан кезде болмағандықтан салмадым. Егер фольгамен орап пісіретін болсаңыздар, өте сочный болып шығатын болады. Енді 200 градусқа 15-20 минутқа салып алатын боламыз. Тауықтың аяқтары піскен сорпаны ситадан өткізіп аламыз. Бізде осылай мөлдір, дәмді, өте әдемі сорпа дайын болады. 20 минутымыз өтті, бізде тағамымыз пісіп шықты. Өте дәмді және ароматный тағам болып шықты достар. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Біріншісіне бізде сорпа болды және екіншісіне осылай пеште піскен картошка мен тауықтың еті болды. Бүгінгі ұсынылған рецепт сіздерге ұнаған болса достар, осы видеоға лайк басып, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Осылайша сіз қазақ тілді контенттің дамуына өзіңіздің үлесін қосқан боласыз. Баршамызға ас болсын достар.